Шығыс Қазақстан облысының полиция департаментінде бірқатар кадрлық тағайындаулар өтті. Офицерлер, сержанттар және Қарағанды академиясының түлектері Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті бастығы полиция генерал-майоры Ерлан Омарбековтан арнайы полиция лейтенанты атағын және алғашқы қызметтік куәліктерін алды. Академия түлектерінің арасында полиция лейтенанты Дана Бақтиярова академияны үздік бітірген. Ол департамент бастығы Ерлан Омарбековке және кадр саясаты басқармасына осындай мүмкіндік сыйлаған үшін алғыс білдірді. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясын үздік қызыл дипломға аяқтап, 50-ші түлегі атандым. Қазіргі таңда тергеуші лауазымына тағайындала отырып, Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығы генерал-майор Ерлан Болатұлының қолынан алғашқы қызметтік куәлігімді алдым. Осыған орай, осындай мүмкіндікті бізге сыйлаған Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығы Ерлан Болатұлына алғысым шексіз, және де кадр саясаты бөліміне де алғысымды айтамын. Түлектер бүгінгі күні олардың өміріндегі маңызды оқиғалардың бірі болған атап өтті. Жаңадан тағайындалған қызметкерлерге жаңа лауазымдардағы негізгі міндеттер жеткізілді. Сол күні полиция капитаны Ерназ Тукибаевты құрметті демалысқа шығарып салды. Шығыс Қазақстан облысы бас полицейі ардагерге қызмет еткен жылдары мен жұмысы үшін алғыс білдірді. Прав наших граждан стояли. Ну и самое главное, верили, что впереди у нас будет прекрасное будущее. Девочки молодцы. Всех, кто назначается на вышестоящие должности, я поздравляю, желаю успехов на новых рабочих местах, чтобы сплотили коллектив, чтобы были единым целым. Те, кто к нам вновь пришел в департамент полиции, я также поздравляю, влились в дружную семью департамента полиции Восточно-Казахстанской области.